Сәлем достар, бүгінгі менің видеом ұбт бітірген, ұбт-ны тапсырған түлектерге, яғни универге түскісі келетін барлық абитуриенттерге арналады. Бірақ бұл көбінесе медицина университетіне түскісі келетін абитуриенттерге арналады бұл видео. Мен негізінен қазір бірінші курсты аяқтап қалдым. Сессия болып жатыр, 2 сессия қалды, 28 өтеді. Сол енді біз сессия біткеннен кейін 2 ай демаламыз. Мен қазір түскен оқу орным ол Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті. Сол университетке түстім грантқа алтын белгімен. Енді мен осы видеомды сол Марат Оспановқа түскісі келетін студенттерге, абитуриенттерге арналады. Алдыңғы жылы 2017 түлектер біздің университетке әр факультет бойынша түскен балдар әртүрлі. Мысалға, ең жоғарғы балды стоматология факультеті қабылдаған, міне 140 балмен бір бала түскен. Ең жоғарғы бал алған ғана балалар стоматологияға түсе алады. Және ауыл квотасы бойынша 131 балмен түскен. 131 балмен түскен. Одан кейінгі жалпы медицина факультеті. Жалпы медицина факультетіне 20 балмен түскен. Ал ауыл квотасымен 111 балмен түскен. Мен негізінен 110 бал жинадым. Менің қалай түсіп кеткен себебім ол алтын белгі болғандықтан мен түсе алдым алтын белгінің арқасында. Бірақ биыл алтын белгінің рөлі өте аз ойнайды. Тек мысалға басқа алтын белгісі жоқ абитуриент болатын болса, сенімен бірге бір факультетке түскісі келетін болса, екеулерің балдарың бір болатын болса, сен мысалға 20 жинап тұрсың алтын белгімен, ал қасыңдағы екінші балада абитуриент ол да 20 балмен 120 бал жинап тұр. Сол кезде сен түсіп кетесің, алтын белгі түсіп кетеді, бірінші орында сол түсіп кетеді. Одан кейінгі абитуриент бала қалған нелерге қаралады. Одан кейінгі фармацияға 28 бен түскен, ауыл квотасымен 21 бал. Ал мейірбике ісі бойынша 117 балмен түскен, және оның ауыл квотасымен 110 бал. Ауыл квотасымен 110 бал. Осындай балдармен түскен. Қоғамдық денсаулық сақтау. Қоғамдық денсаулық сақтауға 23 балмен түскен, ал ауыл квотасымен 114 бал. 114 бал. Міне осындай балмен түскен. Жалпы енді биыл мен ойымша грант бөлінгенге байланысты болады, және алдыңғы өткен жылдағыдай алтын белгі рөл ойнамайтындықтан бұл жерде шектік балдар түсетін шамалы төмендейді деп ойлаймын. Мысалы 110 мен түсетін болса, онда қайтып 110 мен. Бірақ енді әр жыл өткен сайын балдың несі түсетін, бал жоғарылай бергендіктен биыл осы күйінде қалуы мүмкін. Мен және біреуін жазып алдым, педиатрия деген ашылған факультет бар, педиатрия бөлек қаралады. Бұл тек Асфендияровта ашылған, біздің универде әлі ашылған жоқ. Педиатрияға 20 балмен түскен. Не осылай. Және біздің университетке мысалға аз бал оқып қалған студенттерге айтарым, ешқандай өкінбеңдер, өткенсіп болды. Енді ол барлығы енді өзіңнің дайындығыңа байланысты болады, әрине. Қанша бал, қандай дайындықта дайындалдың, және сенің осы 11 жыл бойы меңгерген біліміңе байланысты болып келеді барлығы. Және мен осының астына осы аз бал жинаған студенттерге, яғни енді ешқандай мүмкіндігі жоқ, 50-ден асқан болсын, 100-ге жетпеген болсын, не істерін білмей жүрген студенттерге бір видеоның сілтемесін қоямын. Ода өте керемет айтылған, кімге не істеу керек, қандай нелер бар, қаяққа түсуге болады, не істеуге болады жалпы.
балың аз болып қалса не істей аласың деген нәрсеге сұрақ іздеген балаларға жауап табылады. Ал жоғары балл жинаған балдардың барлығын үшін жүректен құттықтаймын. Барлығына алда сәттілік тілеймін. Енді дұп-дұрыс өзің қалаған мамандықты таңдап, шын қалайтын, шын менікі ау деген мамандықты таңдап, қалаған универіне түсуіне тілектеспін. Солай.